Балалар шетелде оқыса қауіпсіз ба деп ұдайы сұрап жатасыздар. Бүгін сіздерге осы Малайзия еліндегі ЖБ командасы арқылы оқуға түскен қарындасымыздың осы бір тұрар жайын көрсетіп жіберейін деп тұрмын. Қауіпсіздігі қалай екен, сіздер бір баға бере кетіңіздер ендеше. Малайзиядағы жатақтардың сыртының барлығында осындай темір есіктер болады. Сосын аяқты сыртқа шешіп кіресіздер. Бұл жерде аяқпен кіруге болмайды. Солай. Сосын мінекей бұл бірінші мима есік. Мима есіктен кіргеннен кейін мінекей қарындастарымыз сөйлесіп отыр. Үйдің бағасына келісіп дегендей. Бұл жерде 4 адам тұрады. Яғни мына жерде бір адам, мына жерде бір адам, және мына жерде. Солай енді бұл мима есік екен, және де ішіне кіргенде қауіпсіздік үшін. Енді мына үйдің ішіне келетін болсақ, бір кісілік төсек қойылған мына жерге, яғни 2 метрде 1 метр 80. Одан кейін желдеткіш және ауа теңшегіш. Бұл енді Малайзия ыстық болғаннан кейін осы желдеткішпен ауа теңшегіштен қол үзе алмайды. Ал енді мына бір кісілік жәнегі киім шкаф және үстел, сабақ қарайтын орындық, аяқ қоятын және кептіретін осындай аспаптар қойылған екен. Енді мына жақта және самалдық бар, қарасаңыздар. Яғни арай-тұрай шығып, жерге киім жайып қойса да болғандай, я болмаса жазыққа шығып және сырттың көрінісін көрсе болады. Ал сырт жағында осылай мінекей 24 сағаттық амандық қорғаушы кісілер болады. Сосын осындай сабақ қарайтын үйлер бар екен, міне қарасаңыздар. Және мына сыртта отырса болады. Осылай мына жерде болатын болса, мінекей кісілер сабақ қарап отыр да. Әңгіме айтып отыр, кофе ішіп. Ал мына зал болса, юмоуч ойнайтын зал екен. Яғни юмоуч ойнауға болады. Адамдар міне қарасаңыздар. Өте бір кемелді, жақсы не екен, осы тұратын жақсы тұрар жай екен да. Енді алдыда тіпті кереметі бар да. Осы заманның талабына сай жүго қылатын болса, осылай жүго жайын ашуға болатын үйлер дайындап қойған екен, қарасаңыздар. Мына жерде мінекей. Мына жерде қараңыздар, жүгоның аспаптары барлығы тұр. Сосын мына жақта баскетбол алаңы. Ал енді астыға түскенде қалай болады екен, және көрсетейік сіздерге. Достар, қазір осы қарындасымыз тұрған жатақтың астында тұрмыз. Мына жаққа қарасаңыздар, Джунгол Анжуламен деп тұр, яғни дүнген кісілердің астқан ашқанасы екен. Одан кейін болатын болса, міне көшелерде барлық тұрмысқа істететін бұйымдардың барлығы бар, өте қолайлы. Жалпы осы қарындасымыз тұрған жатақ өзіне ұнады ма екен, ұнамады ма екен? Өзіне сұрап көрейік, не дейді екен? Сәлем достар, мен Анар боламын. Мен осы ЖБ командасы арқылы Малайзия Куала-Лумпурға енді үшін оқуға түстім. Бүгін болса келіп, мектептің маңайынан зу фаңзы қылдық. Сол мен зулы қылған осы 小区的设备大家都特别齐全，跟游泳馆、健身房、高尔夫球，还有网球、羽毛球都有。下面的这些超市也是花人开的。Тыл жағынан болса да онша қиналып кетпейсіздер. Көптеген достардың Малайзияға келіп оқуын қарсы аламыз. ЖБ командасына рахмет айтамын. Достар, осы Малайзия еліне бүңкі және енді үшін оқымақшы болсаңыздар, біздің осы ЖБ 24 қаттан хабарлассаңыздар болады. Болмаса, бас сурет ашсаңыздар, телефон нөміріміз тұр. Сол арқылы оң қат қоссаңыздар болады. Сіздерді Малайзия еліне ағылшын тілді бүңкі енді үшін оқуға шақырамыз. Аман болыңыздар.